Бізден сұрап тұр, VG-дің ұзындығын сұрап тұр. Бұл есеп шығару енді қатты қиын емес. 120-ға сыбайлас бұрыш 60 екенін тауып аламыз. 60 болатын болса, 60 градусқа қарсы атқан катетті таба саламыз. Қарсы атқан катет ол әрине синус, иә? Яғни синус 60 тең болады қарсы атқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Осы x табатын болсақ, x дегенімізден синус 60-тың мәні түбір асты 3 бөлінген 2. Немесе екінші тәсілі, мынау 1 болатын болса, мынау 60 болса, мына жағы 30 градус деп, 30 градусқа қарсы атқан катет мына жерде 2-ден 1 деп, x-ті Пифагор теоремасымен табастырсақ та болады. Яғни x дегеніміз тең түбір астында 1-дің квадраты минус 2-ден 1-дің квадраты. Ол 4-тен 1 болады. Сонда 4-тен 3 болады да, 4-тен 2 шығады, 2-ден түбір асты 3. Екі жағдайда бірдей жауап шығатын жауап осы болады. f от x-ті табыңыз дейді. Яғни алғашқысын табыңыз дейді. Алғашқысын табу үшін мына берген функциядан не істейміз? Интеграл ала саламыз, иә? Сонда интеграл алсақ, мен бірден ашсайын 3 көбейткен x-тің 5 дәрежесі қосылған 1 бөлінген 6 қойынды ол 6 болады. Қосылған 5 көбейту x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4 минус x квадрат, 2x-ның алғашқысы плюс 3x қосылған c болады. Осыны ақшамдайтын болсақ, 3 пен 6-ның қысқарып жасақ, x-тің 6 дәрежесі бөлінген 2, мына жерге қалады. Қосылған 5 бөлінген 4, x-тің 4 дәрежесі, азайтылған x-тің квадраты, қосылған 3x қосылған c. Конус берілген. Конус десе тең бүйірлі үшбұрыш жасаламыз. Жасаушы табанымен 30 градус бұрыш жасайды ғой ме, кажется? 30 градус бұрыш жасайды, және жасаушы 2-ге тең. И сұрап тұр S табанды, иә? Дөңгелек табан, иә? Радиус тапсақ болды. Бұл есептері 30 градусқа іргелес катет бойынша косинуспен табастырсақ болады, немесе 30 градусқа қарсы атқан катет гипотенуза жарыстан деп мынаны 1 деп, одан кейін радиусты түбір астында 2-ның квадраты 4 минус 1 түбір асты 3 деп, содан кейін табан дөңгелек болғықтан πr квадрат формасы. Сонда 3, түбір аштың квадраты 3 болады, 3π деп шығасыға болады екен. Осының t тең 2 секунд уақытындағы жылдамдығын табыңыз дейді. Біз білеміз, жылдамдықты табу үшін жолдан туындыламыз, иә? Яғни жылдамдық дегенімізден жолдың бірінші ретті туындысы, үдеу екінші рет туындысы. Бірақ бізде жылдамдықты сұрап тұр. Яғни мен надан туындалам? Туындалатын болсам, t бойынша туындалсам, туындысы 6t қосылған 4, көбейту косинустың туындысы минус синус, 0,5 π көбейтілген t, және көбейту ішінен туындалам, 0,5 π-тен туындалсам, ол 0,5 π болады, иә? Осының барын ақшамдайтын болсам, 6t, минус 2 π синус 0,5 π t болады, иә? Енді сол мезеттегі жылдамдығын табу үшін алгебра орнына қоя салам 2-ні. Сонда v от 2-міз тең болады 6 көбейту 2 минус 2 π синус, мында 2 қойсам, π болады, иә? Дұрыс па? Синус π-дан 0-ге тең, мынан бәрі 0 болады, сонда 12 қалады. 12 өлшем бірлігі метр бөлінген секунд. Біз бұл алдыңғы сабақта өткен векторлардың перпендикуляр шартының формуласы, сәлеметсіз. Алдыңғы сабақта өткен векторлардың перпендикуляр шартының формуласы, векторлар перпендикуляр болу үшін қандай ереже бар еді? Олардың скаляр көбейтіндісі 0-ге тең болу керек деген ереже. Ал векторлардың скаляр көбейтіндісінің координаталық формуласын білеміз. Оның формуласы a1 v1 плюс a2 v2 плюс a3 v3. Сонда сәйкесінше көбейтсек, n-ді 1-ға көбейтсек n, минус 5-ті 4-ке көбейтсек минус 20, минус n-ді плюс 2-ке көбейтсек минус 2n, осы тең 0 болады 2n. Оштен n тапсақ, n тең минус 20 шығады 2n. Яғни n-ның минус 20 деген мәнінде екі вектор бір-біріне перпендикуляр болады екен. Бұл д жауабы. Яғни біз функцияның берілген кесіндегі ең кіші мәннен табу үшін біз бірнеше түрлі қадамдар жасайтынбыз. Алгоритмдер болатын. Бірінші алгоритм туындысын табамыз. Давайте астына жазсайын. f' от x.
x-дің туындысы 1-ге тең. 1 бөлінген x-дің туындысы минус 1 бөлінген x квадратқа тең, иә? Бұл бірінші қадам бізде. Бірінші қадам. Екінші қадам не істеуші едік? Осыны 0-ге теңестіретінбіз. 1 минус 1 бөлінген x квадрат тең 0-ге. Бұл жерін жапсақ, x-тен плюс минус 1 шығады, иә? X-тен плюс минус 1 шығады. Енді әрине әрбір есеп шығарған кезде мымыршысынан бастаймыз. Мымыршысы x тең емес 0-ге. Бірақ 0 деген түбір бізде жоқ, сондықтан ол кедергі келтіріп тұрған жоқ. Енді үшінші қадам осы нүктелердің қайсысы мына аралыққа кіреді, кірмейді, соны зерттейтінбіз. Бізде минус 1-іміз мына аралыққа кірмейді. 0,5 пен 2-ның арасына. 1-іміз кіреді. 0,5 пен 2-ның арасына. Төртінші қадам осы кіретін нүктелерді және шеткі нүктелерін алып барып берген функцияға қоямыз. Енді осыларды алып берген функцияға қоя саламыз. Яғни біз табамыз шеткі нүкте f at 0,5-дің мәнін және f at 1-дің мәнін кірген. Содан кейін f at екінші шеткі аралығы 2-ның мәндерін тауып шығамыз. 0,5-ті қоятын болсақ, берген функцияға қоямыз, туындыға қоймыз. Берген функцияға қойсақ, 0,5 қойсақ, 0,5, 1,5-ге қоссақ, қосылған 2 шығады. Сонда 2,5 шығады, е? Келесі 1-ді қойсақ, 1 қосылған 1, 2 шығады. 2-ні қойсақ, 2 қосылған 2-ден 1, ол да 2,5 шығады. Енді осы шыққан мәндердің ішіндегі ең үлкен мәні функцияның ең үлкен мәні болады, аралықтағы ең кіші мәні. Яғни ең үлкен мәні 2,5 болады. Ең кіші мәні бұл бізде А жауабы. Бұл теңсіздікті шешу өте жеңіл әрине. Бізде алымында оң сан болғандықтан, бөлшек оң сан болу үшін бөлім оң сан болу керек. Яғни 2x минус 9 үлкен нөлден болу деп шеше саламыз. Бұны шешсек x үлкен 4,5-тен шыға салады. Бұл бізде А жауабы. Бұл теңсіздікті шығаруға шыққандай уақыт кетірудің қажеті жоқ. Бірден жауабын бос жиын деп жаза салуға болады. Не үшін? Себебі біз білеміз, түбірден шыққан сандар, түбірден шыққан сандар аналардың бәрі оң сандар, иә? Яғни түбір астында 2 плюс x оң сан, түбір астында 2 минус x-те оң сан, ендеше мына көбейтінден теріс сан болу мүмкін емес. Максимум 0-ге ғана тең болады, бірақ бізде теңсіздік қатаң болғандықтан теңіз сұрап тұрған жоқ, кішісін ғана сұрап тұр. Сондықтан бұл жауап бос жиын деп бірден жауабын жаза салуға болады. Ол С жауабы. x 0. Мынау бізде жанаманың теңдеуі. Яғни f at x 0 деген берілген функцияға алып барып мынаны қоямыз да мына мәнді табамыз. F' at x 0 деген мынаның туындысын алып барып қойып 1-ді табамыз. Содан кейін жанаманың теңдеуін жасамыз. Менде функция y пен берілгенде мен y at 1-ді табам. Ол деген мына f at x 0-міз. Оны табу үшін 1-ді берілген функцияға x-тардың орнына қойып шығамын. Яғни 2 көбейтілген 1-дің квадраты 1 болады. Минус 1 қосылған 3. 4 болады, иә? Мынау f at x 0. Бірмесек қасына жазып қойсақ болады f at x 0 деп. Келесі, туындысын табам берген функцияны. Туындысын тапсам 4x минус x-дің туындысы 1 болады, 3-дің туындысы 0 болады. Енді осыған y штрихат 1-ді қоям. Y штрихат 1 дегеніміз туынды қаппа 1-ді қой деген сөз. Яғни 4 көбейтілген 1 минус 1 бұл бізде 3 болады. Бұл екінші керек мәніміз. Бұл бізде f штрих x 0. Енді алып кеп, бірінші жанаманың теңдеуіне осы мәндерді қоя салам. Сонда y-тен f at x 0 дегеніміз 4, қосылған f штрих at 0 дегеніміз 3, x минус x 0 дегеніміз бізде 1. Болды, осы теңдеуді ақшамдасам, менде жанаманың теңдеуі шыға салады, е? 4 қосылған 3x азайтылған 3 ақшамдасақ 3x қосылған 1. Яғни жанаманың теңдеуі y-тен 3x қосылған 1 деп жазып кетсек болады екен. Бұл есепті бірнеше түрлі тәсілмен шығаруға болады. Бірінші тәсіл ол формуламен шығарса болады. Формуласы қалай еді? Аргументі арк косинус x болатын болса, бұның формуласы түбір астында 1 минус x квадрат болатын, е? Яғни осы формуланы салып, түбір астында 1 минус 0,16 квадрат 0,36, ол 0,64, ол 0,8 деп шығара салуға болады. Бұл бірінші тәсілі. Бұдан басқа қандай тәсіл бар? Екінші тәсіл тікбұрышты үшбұрышпен шығара салуға болады, е? Тікбұрышты үшбұрышты сыза салсақ,
Мына бұрышты альфа деп алатын болсақ, 0,6-ны жай бөлшекке айналсақ, бұл бізде 5-тен 3, иә? Келісесіздер, иә? Яғни, біз синустың мәнін еске түсіреміз. Синус дегеніміз ол қарсы жатқан катеттің гипотенуза қатынасы. Яғни біз қарсы жатқан катетті 3 десек, гипотенузамыз 5 болады, иә? Мынау 5-ін ауыш болса, Пифагор теоремасы бойынша табатын боламыз. Енді арк косинус деген мәнін тапсақ, ол косинустың мәнін еске түсіреміз. Косинус дегеніміз бізде іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Сонда косинус альфамыз іргелес жатқан катетіміз 4. 4-тің 5-ке қатынасы ол 0,8 шығады. Мына қалай шығарсақ та екі жауап бірдей шығып тұр. Сырттай жасалған шеңбердің радиусын табу үшін алдымен формасын еске түсірейік. Сырттай жасалған шеңбердің радиусының формасы қалай еді? R тең AVC бөлінген 4S болатын, иә? Яғни AVC деген ол үшмен бізде дайын тұр. Ауданын табасақ болды екен. Үш бұрышының үш қабырғасы берілген кезде, әрине біз оны георон арқылы таба аламыз, иә? Алдымен жарты периметрін табамыз, кіші p-ны. Кіші p-ны табу үшін үш қабырғасын қосып 2-ке бөлеміз. Яғни 26, қосылған 28, қосылған 30 бөлінген 2, бұл бізде шығады 42 шығады екен. Енді ауданы S дегеніміз тең, түбір астында P көбейту P минус A. P минус A 42-ден 26-ны алып тастасақ 16, көбейту 42-ден 28 алсақ 14, және 42-ден 30 алсақ 12 болады екен. Енді бұның бәрін көбейтіп түбір астынан шығара салуға болады, немесе біз олимпиадада калькулятор қолдамаймыз. Сондықтан мыналарды былай істесек болады, иә? 16-тан өзі 4 шыға береді. Мына 12-ні мысалы 4 көбейтілген 3 деп, 2-ні 14-ті 7 көбейтілген 2 деп, 42-ні 7 көбейтілген 6 деп, бір-бірімен жинап, толық квадратқа келтіріп шығара салуға болады екен. Сонда шығарсақ, жауабы 336 шығады екен. Яғни аудан бізде белгілі, алып барып, радиустың формасына саласамыз. Тең AVC дегеніміз 26 көбейтілген 28 көбейтілген 30 бөлінген 4 көбейту 336. Бұл жерде де, мысалы мен олимпиада өзім қатысам, калькуляторсыз болатын болса, мынаны 336 деген шығармай қойырым. Мынаны жазарым 16-ны 4 көбейту 42-ні 6 көбейту 7 деп, мына екеуінен 4 көбейту 7 деп жазып, мыналармен қысқарта саларым. Бәрі біріне көбейтіп жатпай-ақ. Сонда оп-оңай шығара салуға болар еді. Сонда жауабы шығады екен бізде 16,125. Мына 12. Сонда осыларды шектелген фигура дегеніміз, мына фигура болады. Яғни бізде берілгенінде айтылып тұр. Y-тен синус 3x, x-тен пи бөлінген 12, x-тен пи бөлінген 6, және OX өсімен шектелген фигураның ауданын табыңыз деп. Яғни бұның ауданның формасы, өзінің қисық трапецияның ауданын бойынша тапсақ, S-тен шекара пи бөлінген 12-ден пи бөлінген 6-ға шейін синус 3x dx болады. Міне осы интегралды мәнін табатын болсақ, бізде жауабы шығады екен. Синус 3x-ның алғашқысы минус 3-тен 1 косинус 3x шекарасы пи бөлінген 12-ден пи бөлінген 6-ға дейін. Минус 3-тен 1 Ньютон-Лейбниц формасы бойынша қойсақ, алдымен жоғары шекарасын қоямыз. Сонда косинус 3-ті пи бөлінген 6-ға өтсек, пи бөлінген 2 болады. Минус косинус 3-ті пи бөлінген 2 өтсек, пи бөлінген 4 болады. Сонда минус 3-тен 1 косинус пи бөлінген 0-ге тең, 0 минусымыз көбейту минус түбір асты 2 бөлінген 2. Сонда осы екеуін көбейтсек, түбір асты 2 бөлінген 6 деген жауап шығады екен. Бұл бізде D жауап болды. Бұл интегралды шығару үшін біз түбір асты n түбір астында A-ның m дәрежесінің формасын еске түсіреміз. Яғни мына екеуінде 2-ге қысқартуға болады. 2-ге қысқартсақ, бізде мына интегралымыз бүйтіп өзгереді екен. Шекара 1-ден 3-ге шейін x көбейтілген куб түбір астында x-тің квадраты бөлінген. Мына екеуінде дәрежесін 2-ге бөліп жасақ, куб түбір астында x-тің квадраты болады екен dx. Сонда мына екеу қысқарып кетеді, x қана қалады. X-дің алғашқысын табассақ, ол x квадрат бөлінген 2, шекарасы 1-ден 3-ге шейін. 3-ті қойсақ, 3-тің квадраты 9 бөлінген 2. Азайтыламыз, 1-ді қойсақ, 1-дің квадраты 1 бөлінген 2. Ол 8 бөлінген 2, яғни 4 бірлік квадрат болады екен. Бұның жауабы бізде D. Осындай функция мәндері болсын қалай табамыз? A синус x плюс b косинус x болған кезде
екеуінде мына 3 пен 4-ке квадраттап бөліп жүруге болады. Яғни біз мына функцияны мысалы енді толық айтсақ былай түрлендіруге болады. 3 пен 4-ті квадраттап қоссақ 5 болады ғой, түбір астында, иә? Сонда бәрін 5-ке көбейтіп бөлуге болады. Сонда бүйтіп жазуға болады. 5 көбейту жақша ішінде 3 бөлінген 5 синус 2х қосылған 4 бөлінген 5 косинус 2х деп жазуға болады. Не үшін бұлай жаздық? Біз мына 3 бөлінген 5 пен 4 бөлінген 5-ті квадраттап қоссақ 1-ге тең болады. Иә? Ал қандай нәрселердің квадраттарын қосылса 1-ге тең еді? Біз білетін ол формула синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа тең 1. Яғни мына екеуінің квадраттарын қосылса 1-ге тең болатын болса, қандай да бір мынау косинус фи болатын, мынау синус фи болатын бұрыш бар болады деген сөз. Немесе мынау синус фи, мынау косинус фи десек те бола береді, оны тұрған ештеңке жоқ. Сонда орнына қойсақ, бұл бізде былай болады екен. 5 көбейту косинус фи синус 2х қосылған синус фи косинус 2х болады екен. Мынаны жақшаның іші бізде синус альфа плюс беттаның формуласы, яғни 5 көбейтілген синус 2х қосылған фидің формуласы. Иә? Яғни кез келген синустың мәндері болса ол плюс-минус 1-дің арасында. Синустың аргументтің ішінде не тұрса да бәрібір 2х қосылған фидің де мәндері болса плюс-минус 1-дің арасында жатады мәндері. Енді 5-ті өрнектеу үшін бәрін 5-ке көбейтіп жібереміз. Сонда минус 5 синус 2х қосылған фи кіші неместен 5-тің мәндерінде жатады. Яғни мынау дегеніміздің бәрі бізде y-ға тең. Сондай мәндері болса y-іміз тиісті болады екен. Минус 5 пен плюс 5-тің арасында. Келесі жолы қандай да бір осындай түрдегі теңдеу келсе, ана түрлендірудің бәрін жазып керегі жоқ, сізде түсінсін деген мақсатқа айтып жатырмын. Яғни бізде y-тен a синус x қосылған v косинус x түріндегі функцияның мәндері болсын табыңыз дейтін болса, оның мәндері болса, мына a мен v-ны квадраттап түбір астына аласамыз. Яғни мәндері болса, былай болса екен. Минус түбір астында a квадрат қосылған b квадраттан түбір асты a квадрат қосылған b квадратқа дейін болады екен. Бұл тақырыпта, осы тақырыпта менде YouTube каналында бар кейбір функциялардың мәндері болсын табу деген тақырыппен салып қойған болатынмын. Сол жерде осы мысал көрсетілген болатын. Яғни бұл есеп бізде жауабы а жауап болды. 14-тің жауабы а болды. Функцияны анықтау деген тақырып біз өткенде айтқанбыз. Функцияны анықтауысын табу үшін біз x-қа байланысты кедергілерді іздейміз деп. Біз білетін кедергінің 3 түрі бар, иә? Бөлшек, түбір және логарифм. Бізде осы жерде бөлшек тұр, иә? Яғни бөлшек тұратын болса, бөлшектің астындағы өрнек теріс емес сан болу керек, иә? Үлкен емес тең 0-ден. Осын шешсек, бізде синус 2х кіші емес тең 2-ден 1-ден шығады. Енді бұны шығаруның тоже екі түрлі тәсіл бар. Біріншісі бірлік шеңбері арқылы шығаруға болады, екіншісі синустың графигін пайдаланып шығара салуға болады. Мен синустың графигін пайдаланып көрсеткім келіп тұр. Синус x-тің графигін сыздым. Мынау енді синус x-тікі емес, синус 2x-тікі, бірақ 2x-ті деп ойлаймын да, синус t-ның графигі деп ойлаймын. Екінші y-тен 2-ден 1-дікін сызамын. 2-ден 1 дегеніміз ол 0 мен 1-дің арасындағы түзу. Мынау y-тен 2-ден 1 деген түзу. Осы екеуін қиылысқан нүктені белгілеймін. Қиылысқан нүктені мынау. Енді қараймын. Бізде синустың графигі синус кіші 2-ден 1 деп тұр. 2-ден 1-ден кіші десе, яғни екеуінің қиылысу түзудің астыңғы жағы болды, иә? Астыңғы жағы жатқан ол проекцияларын түсірсем, мына түзулер, мына нүктелер, иә? Енді осы екі нүктені табу үшін мына екі нүкте кіреді. Яғни жауап осы екеуінің арасы болады. Енді осы екі нүктені таба салу қалды. Қайт табам. Бірінші мына нүктені табу үшін синус t-ны теңестіре саламын 2-ден 1-мен. Мен мына сызып жатырмын, қазір синус x-тен емес, синус мынау x емес t болсын. Синус y-тен синус t-ның графигін сызып жатырмын. Сонда t-тен пи бөлінген 6 шығады. T бірім. Яғни мынау пи бөлінген 6 деген нүкте екен. Мына қашықтық ол мына қашықтыққа тең. Ендеше мынау пидің сол жағына, минус пидің сол жағына тұрғандықтан t2-ні табу үшін минус пидан сол жағына тұрса алып тастаймын. Пи бөлінген 6-ны алып тастаймын. Өйткені мына қашықтық мына қашықтыққа тең. Сонда минус 7 пи бөлінген 6 болады. Яғни осы екеуінің арасы болады. Енді және жалғыз бұл емес, мына аралықтары бар, мына аралықтары бар, мына жақтары бар, соның бәрін табу үшін периодтарын қоса саламын. Сонда сол жағына нүкте минус 7 пи бөлінген 6 плюс периоды синустың 2 пика кіші немес тең t дегеніміз бізде 2x міне. Яғни осы жерге орнына келіп қойсам 2x кіші немес тең пи бөлінген 6 қосылған 2 пика.
k тегіс z-ке. K тегіс z-ке деген жазу міндетті, өйткені k бүтін сан. Егер жазбасақ, k-ны орнына келіп 2-ден 1 қойсақ, есебіміз дұрыс емес болып қалады, немесе түбірасты 5 қойсақ. Енді x-ті табу үшін бәрін 2-ге бөліп сонда минус 2-ге бөліп 7 пи бөлінген 12 қосылған пи k кіші немес тең x, кіші немес тең, мынаны бөлсем пи бөлінген 12 қосылған, мынаны бөлсем пи k шығады екен, k тегіс z-ке. Енді оқушылар үшін жауабын жазып үйрете салайық. Бұның жауабы бүйтіп жазылады екен. Жауабы екі жағда кіріп тұрғандықтан тік жақшамен жазылады. Минус 7 пи бөлінген 12 плюс пи k-дан нүктелі тұр. Пи бөлінген 12 қосылған пи k-ға дейін дейткенде өтір қойып k тегіс z-ке деп жазылады екен. Бұл бізде С жауабы екен. Бұл бізде көрсеткіштік логарифмдік теңдеу. Енді бұл теңдеуді шешу үшін бірнеше түрлі нәрселер жасаймыз. Біріншіден олар жеке-жеке нөлге теңестіреміз. Екіншіден логарифм тұрғандықтан логарифм анықталуысын ескереміз. Үшіншіден сол анықталуысқа кіретін түбірлерді жазамыз, яғни бірінші көбейтінді қай уақытта нөлге тең болады, егер көбейткіштердің әрқайсысы жеке-жеке нөлге тең болса деп. Яғни мынаны жеке нөлге теңестіремін. 7-нің x квадрат минус 2 дәрежесі минус 7-нің квадрат тең 0-ге. Бұдан 7-нің x квадрат минус 2 дәрежесі тең 7-нің 2 дәрежесіне. Негізде бірдей болғандықтан дәрежені теңестірсем, x квадрат минус 2 тең 2-ге, бұдан x квадрат тең 4-ге, бұдан x тең плюс минус 2-ге деп бірінші теңдеу шешем. Екінші мына теңдеу шешем, логарифм 2 негізді x квадрат минус 4x плюс 4 тең 0-ге. Бұдан логарифмнің анықтамасы бойынша ішіндегі өрнек тең 2-нің 0 дәрежесіне, ол 1-ге тең. Бері алып келсем x квадрат минус 4x қосылған 3 тең 0-ге. Мынау квадрат теңдеудің коэффициенттерінің қасиеті, яғни бәрін қосындысы коэффициенттерінің қосындысы 0-ге тең болса, бір түбірі 1-ге, екінші түбірі с бөлінген a-ға тең, яғни 3-ге тең. Міне. Енді осы теңдеулердің қайсы түбірге кіретін кірмейтінін табу үшін біз не істейміз? Анықтау облысын ескереміз. Анықтау облысы бойынша бізде логарифмнің балағында тұрған өрнегі сан, ол жерде кедергі жоқ, ендеше шын ғана ескере салам. Яғни x квадрат минус 4x плюс 4 үлкен 0-ден болу керек. Мынау біз көріп тұрмыз, бұл x минус 2-нің квадраты. X минус 2-нің квадраты бар уақытта үлкен 0-ден бола береді. Тек қана x тең емес 2-ге болу керек. 2-ге тең болған кезде ғана бұл 0-ге тең болып қалады. Қалған уақыттың барлығында 0-ден үлкен болады. Ендеше мына жерде шыққан түбірлердің ішінде 2 деген түбір болып болса, мен алып тастаймын. Яғни 2 деген түбір менде болған. Ол мына жерде. Ендеше жауабына 2 кірмейді. Минус 2, 1, 3. Міне осы 3 түбір кіреді екен. Бұл өрнектің мәнін табу үшін синус 2 альфа бойынша жасасамыз, ол 2 синус альфа, косинус альфа. Яғни 2 синус 4-тен 3 ол 4-тен 3-дің өзіне тең болады. Ал синус арк косинус ол бағана өттік, түбірасында 1 минус мынаның квадраты болады. 16-тан 9, Мына екеуін бірден қысқарып тастайын. Сонда 3 бөлінген 2 көбейту 16-тан 9 алсақ түбірасты 7 бөлінген 16-тан 4 шығады. Сонда 3 түбірасты 7 бөлінген 8 деген жауап болады екен. Бұл бізде В жауабы қойдым, Анықтау облысын табыңыз, кажется. Тағы да логарифм функцияны анықтау облысы, логарифм функцияны анықтау облысы негізі үлкен 0-ден болу керек, тең емес 1-ге болу керек, және 3 үлкен 0-ден болу керек. Бізде негіздер сан болғандықтан уже проблема жоқ. Іштерін ғана қарастырамыз, яғни 2x минус 7 үлкен 0-ден, және x квадрат қосылған 4 үлкен 0-ден. Негіз 1-ге тең емес. Енді бізде мына жерде x квадрат қосылған 4 бұл x квадрат оң сан, оған 4-ті қоссақ ол да оң сан, оң сан қоссақ бәрі уақытта оң сан болады. Ендеше бұл жерде ешқандай мәселе жоқ. Бұның шешімі x тиістері болады. Мұнан ғана шеше саламыз. Бұның шешімі x үлкен 3,5-тен болады. Сонда екеуінің қиылысуынан шығады. Мынау шығады, x үлкен 3,5-тен шығады. Яғни x үлкен 3,5-тен деген сөз, ол 3,5-тен плюс x-дікке дейін. 3,5-тен плюс x-ке деген жауап, бұл бізде В жауап екен. Яғни мына есепті шығару үшін геометриялық прогрессияның 6-шы мүшесі және еселігі берілген 5 мүшесінің қосындысын табу керек. Яғни SN-нің формасы салсамыз, SN-нің формасы SN-тен V1 бөлінген Q-ның дәресі минус 1 бөлінген Q минус 1. Алдымен VN-нің формасы бойынша бірінші мүшесін тауып аламын. VN-тен V1 бөлінген Q-ның N минус 1 дәресі. Сол бойынша бірінші мүшесін таптым, сосын SN-нің орнына қойып, формасы бойынша SN-ді таба салдым. Яғни менде N 5-ке тең. Номер 25-ші есеп. Бұл жерде бізде
жұпта емес, тақта емес функцияны табыңыз депті. Жалпы жұп функция қайдан шығады? Енді косинус берілмейтін болса, жұп функция дәрежесі жұп нәрседен шығады, тақ функция дәрежесі тақтан шығады. Яғни барлық берген өрнектен қосындылардың дәрежесі жұп болатын болса, ол жұп болады, барлығының дәрежесі тақ болса, онда ол тақ болады. Ал жұпта емес, тақта емес деген сөз, яғни уже дәрежесі әрі жұп, әрі тақта ішінде болу керек. Сонда ол бізде бірақ функция екен, ол жауабы d екен, ол бізде мынандай функция екен. Міне осы функция бізде жұпта емес, тақта емес. Не үшін? Себебі біз минус x қойған кезде аналардың алдында минус шығып кетті, ана өз минусын жеп қояды. Сондықтан не берген функцияның өзі шықпайды, не қарама қарсысы да шықпайды. Басқа бір функция шығып кетеді. Сондықтан бұл жалпы жағдайда функция болады екен. Содан кейін бірнеше сұрақтар берілген бізге. 26-шы сұрақ: шардың радиусы қиық конустың жоғары жақ табаны радиусынан неше есе үлкен дейді. Бірінші шардың радиусын табайық. Мынау диаметр 30 болғандықтан r шар бізде 15 болады, Так, бұл бізде 26-шы есеп. Содан кейін екінші сұрап тұр бізде қиық конустың жоғары табанының, мынау 20 болғандықтан, значит жартысы r қиық конустың біріншісі десе алайық, ол 10 болады. Сантиметр екеуде. Неше есе үлкен десе, біз 15-ті 10-ға бөле саламыз. Жауабы 1,5. Яғни бірінші жауап, 26 жауап 1,5 есе үлкен болады. Номер 27-ші есепте бізде сұрапты: сары шамның төменгі бөлігінің радиусын есептеңіз. Ол төменгі бөлігі бізде шар. Шардың радиусы тапты, шардың радиусы бізде тауып қойдық, 15 сантиметр. Яғни 27-ші жауабы 15 сантиметр болады. Бірінші бізден сұрады цилиндрдің бүйір бетін ауданын бірінші табайық. Яғни S бүйір беттің формуласы, біз білеміз цилиндрді 2 πr(h). 2 πr(h). Бізде радиусы 1-ге тең екен берілген, h-ты ғана табу керек. H-ты табу үшін мына 50-ге байланысты шығарамыз. Яғни бізде шардың диаметрі былай 30 болса, ол былай да 30. Яғни аралық бізде 30-ға тең. Мына жақ 15-ке тең. Ендеше мына аралық табу үшін екеуін қосып 50-ден алып тастаймын. Сонда h-ымыз тең болады 50 азайтылған 30 қосылған 15. Сонда 45, 5 болады, 5 сантиметр. H дегеніміз бұл H цилиндр. Енді әкеп мына жерге қойсам, 2 пи дегеніміз 3-ке тең, көбейткен радиусы бізде 1 деп өзі айтылған, көбейткен H-ымыз 5-ке тең. Сонда бұл бізде 30 сантиметр шығады екен. 30 сантиметрген жауап бізде. Көлемі табу керек мүше. Келесі V цилиндр. Цилиндрдің көлемі ол пи r квадрат h, Пи дегеніміз бізде 3-ке тең деп өзі айтты. Радиусы бізде 1-ге тең, 1-дің квадрат 1 болады. Көбейткен h-ымыз бізде жаңа таптық 5-ке тең. Сонда бұл 15 сантиметр куб. Міне. 30 және 15 деген жауап бізде V жауап екен. 29-ші есепте сұрап тұр: шардың бетінің ауданы табыңыз. Шардың бетінің ауданы S шар формасы 4 пи r квадрат. 4 пи r квадрат, яғни 4 пи дегеніміз 3, r шар дегеніміз біз бағана тапқанбыз 15, 15-тің квадраты. 15-тің квадраты 225, 225-ті 12-ге көбейтетін болсақ, 2700 сантиметр квадрат шығады екен. Бұл бізде А жауап екен. Және соңғы номер 30-ші есеп. Қиық конустың көлемі V қиық конус 3/1 пи h жақшасында r1 квадрат плюс r2 квадрат плюс r1 көбейтілген r2. Осыларды орнына қоятын болсақ, 3/1 көбейту пи дегеніміз 3-ке тең, h дегеніміз бізде 15-ке тең. Көбейтілген жақша ішінде, r1 квадрат дегеніміз 10-ның квадраты 100, қосылған r2 дегеніміз 25-дің квадраты 625, қосылған r1 көбейтілген r2, 10 көбейтілген 25, 250. Осының бәрін шығарып, ақшандайтын болсақ, бізде шығады екен 14625 деген жауап шығады екен. 14625 сантиметр куб деген жауап. Бұл жауап бізде А жауабы екен.